Сәлем достар, кешегі обложка, баннер қойған YouTube каналымызға бүгін кіреміз және өзгертетін боламыз. Міне сіз значогыңызды басасыз, мой каналға кіресіз, өзгерту белгісін басасыз. Кәне кеттік. YouTube. Мен осындай істегім келеді. YouTube және бизнес деп қойып қояйын. Бұны сіз қазақшада, орысшада жаза аласыз. Міне, менің каналым YouTube бизнес деп аталынады. Псевдонимға тоже өзіңіздің қалаған псевдониміңізді қоя аласыз. Тек ағылшын тілінде. Осылай қоясыз. Сонымен описание бөліміне сіз өзіңіздің канал жайлы жазасыз. Мысалға алатын болсақ, сәлем достар. Бұл канал YouTube курсқа арналады деп жазып қояйын. Сонымен сіздерде толық канал пайда болды. Міне, кез келген адам сіздің каналыңызды ашып қараған кезде сіздің каналыңыз не жайлы екені сразу белгілі болды. Себебі сізде мына жерде YouTube бизнес деп жазылып тұр, YouTube'тың значоктары тұр, және де YouTube бизнес жайлы екен. Кісілер кіріп көргенде, сәлем достар, бұл канал YouTube курсқа арналады деп жазылып тұрады. Сондықтан сіздің каналыңыз жайлы бұнда толық ақпарат берілді. Жақсы, келесі сабақта кездескенше.